Ең оңай әрі ең дәмді пирожки. Сәлем достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ, майға қызарған 40 қабат пирожкиін дайындаймын. Бұл рецепті міндетті түрде сақтап қойыңыз. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүт, жылы су, тұз, қант, өсімдік майын және ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Енді 2-3 ас қасық ұн салып, араластырамыз да бетін жауып 5-7 минутқа қойып қоямыз. Бұл біздің апара болады. Енді қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырға міндетті түрде өсімдік майын қосып қайта илейміз. Содан кейін бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына келетін болсақ, пиязды және 40 қабатты жіңішкелеп тураймыз. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып, пияз, сәбіз 40 қабатты қуырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз қосамыз. Көкөністер жұмсарғанша пісіреміз. Міне біздің қамыр дайын. Қамырды бірдей бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Қамырды жайып, ішіне 40 қабат салмасын саламыз. Шеттерін жақсылап жабыстырамыз. Түйілген жағын астына қаратып қоямыз. Қызып тұрған майға пирожкилерді саламыз. 2 жағын алтын түске дейін қуырамыз.
Осындай жұмсақ пирожки шықты. Сіз қандай салмамен жақсы көресіз? Пікірге жаза кетіңіз. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақгүл. Келесі видеода кездескенше.